Сәлем оқырман. Эфирдің тізгінін Бауыржан өзі алды. Балауса ханымды Арунамен бірге шығарып жіберді ме? Қалай ойлайсыздар? Бауыржан болса қатысушыларды жинақтап, басшысын қойып реттеді. Сайланған Айбат болып шықты. Және де бір емес, екі қатысушыны жобадан шығарды. Енді Балаусаны да шығарып жіберетін секілді. Жүргізе алмаса, қатысушы бола алмаса қосылайықтан бәрі кетеді. Қатал қарап бастаған секілді жобаға. Жақсы жаққа бұрып жатыр ма, әлде бұрыс па? Бауыржанның өзі жүргізуші бола беретіндей. Көп оқырманның сүйікті жүргізуші болып көрінеді. Ал оқырманның пікірін көрейік. Бүгін Балауса жоқ екен ұзағынан. Болсыншы. Бауыржан жерлесім жүргізгені 1000 есе артық. Бауыржан мырза, сіз келіп эфирдің аурасы жанып тұр. Алақай. Бүгін Балауса жоқ. Демалайық, жақсы болар еді, егер ол мүлдем келмесе. Бүгін Сержан келеді, не, жаңалық айтады. Тағы да себептерді қайталайды, жазға дейін ештеңе болмайды. Олар рекордты ұзақтығы бойынша жасайды. Бұл үшін оларға атақ беру керек. Сыртта олар жұп сияқты, ал мұнда жоқ, тек тағы танысып отырады. Детский сад болып бара жатыр бара-бара. Білдей эфирде көрсетеді ғой не. Мынау курсын пазары. Бауыржан мырзада балабақшадағы тәрбиеші ұқсап, балаларды ойнатып отырған. Жобада күтпеген жағдай орын алды. Көпшілік сүйіп көретін қосылайық бағдарламасында шулы оқиға болды. Бағдарламаның жүргізушісі Балауса күтпеген жерден жобадан шеттетілді. Орнына Альмира ханым келетін болар енді. Бауыржанмен бірге эфирді өткізген еді ғой былтырғы жылдары. Балауса кетті деген жаңалық көрермендерді таңғалдырды, тіпті кейбірі наразылықтарын білдіріп үлгерді. Көпшіліктің көкейінде сұрақ, неге? Бұл шешімнің артында не тұр? Басшылықтың талабы ма, әлде жүргізушінің жеке таңдауы ма? Кейбір дереккөздер мұны ішкі кикілжіңдермен байланыстырып отыр. Ал басқалары бұл бағдарламаның жаңа бағытына сәйкес қабылданған шешім болуы мүмкін деп болжайды. Әлеуметтік желілерде тараған пікірлерге қарағанда, көрермендер бұл жаңалықты екі-үшті қабылдады. Бірі әділетсіздік деп санаса, енді бірі өзгерістердің қажет екенін айтады. Дегенмен нақты ақпарат алу үшін ресми мәлімдемені күткен жөн. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Жаңа жүргізуші келсе, бағдарламаға қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Пікірлеріңізді қалдырыңыз. Ал осындай пікірлер қызу талқыға түсіп жатыр. Мүлде күтпеген жағдай. Жүргізушіні не үшін жобадан шеттеткенін нақты түсіндірсе ғой. Көрермендерді де ойлау керек қой. Дұрыс шешім деп ойлаймын. Бағдарламаға жаңа леп керек. Бірақ жаңа жүргізуші бұрынғысынан кем түспесе екен. Басшылық дұрыс істемеген сияқты. Жүргізуші көрермендермен жақсы байланыс орнатқан еді. Оны осылай кетіру әділетсіздік. Бағдарламаның сапасы соңғы кезде түсіп кетті. Мүмкін өзгерістер керек шығар. Бірақ бұл өзгеріс оң әсер ете ме, жоқ па, уақыт көрсетеді. Мен бұл жүргізушіні қатты ұнататын едім. Оның харизмасы мүлде бөлек еді. Орны ойсырап қалатыны анық. Ал сіз қалай ойлайсыз?